Такси жүргізушілер үшінде жаңа ереже. Интернет-платформа арқылы жұмыс істейтіндер енді қызмет көрсетуші компаниямен келісім шарт жасауға міндетті. Ал өз көлігімен нәпақа тауып жүргендер кәсіпкер ретінде тіркелу керек. Жоба қоғамдық талқылауға шығарылды. Жаңартылған нұсқада таксимен тасымалдаушы бөлігі толықтырылған. Қолданыстағы ережеге бұған дейін жеке тұлғалар кірмеген еді. Жоба бойынша мобильді қосымшалармен жұмыс істейтін такси жүргізушілері тасымалдаушы компаниямен еңбек шартын жасауы керек. Оған келіспесе жеке кәсіпкер ретінде әкімдікке өтініш қалдыра алады. Бұл жаңашылдық туралы жүргізушілердің пікірі сан алуан. Таксопаркпен жұмыс істейсің, Яндекстің өзінің алатын пайызы бар. Бала-шағадан, семьядан артылмайды. Оны салық төлейтін болса, онда халыққа қиын болып қалатын сияқты. Айында кейде 150 ғана табамыз да. Кейде соның көбі 50-дей мыңы бензинге кетеді. Білмеймін, бірақ та салық төлеу дұрыс па? Бұл жерде НДС-ті шетелге емес, өзіміздің өндіріске, өзіміздің елге берген дұрыс деп ойлаймын. Жалпы өзіміздің жеке Яндекс сияқты өндіріс пайда болса, ол біздің таксистерге өте үнемді болады деп ойлаймын. Заң бойынша такси жүргізушілері тапқан табысынан салық төлеуі тиіс. Алайда оны елеп жатқан ешкім жоқ. Енді бұл міндетті тасымалдаушы компаниялар атқарады. Интернет-платформа жиналған табыстан әлеуметтік төлемдерді аударып отырады. В рамках данного пилотного проекта Пилоттық жобаның басты мақсаты такси қызметін көрсетіп жүрген жүргізушілерді әлеуметтік тұрғыдан қорғау. Ертең мүгедек немесе жұмыс істеуге мүмкіндігі болмай қалса, мемлекеттен ешқандай көмек ала алмайды. Бұл осындай азаматтарға қандай жағдай болмасын көмек көрсетуге кепілдік болады. Бұл жеке салық түрі емес. Бар болғаны такси парктерін салық агенті ретінде міндеттеу. Мамандар төлем жасау үшін салық органдарына барудың қажеті жоқ дейді. Е-салық мобильді қосымшасында арнайы бөлім әзірленіп жатыр. Табыс салығы да көп емес. Табысынан 1% жеке табыс салығын төлейді, және де 911 нысандарын тапсырады. Сонымен қатар әлеуметтік төлемдер бар. Ең төменгі жалақыдан 70 мың ғой қазір орналасқан. Содан зейнетақы қорына, медициналық сақтандыру қорына және әлеуметтік аударымдарды төлейді. Талап бойынша такси қызметінің көліктерінде арнайы белгімен жазу болуы тиіс. Бұл әзірге жоба ғана. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі интернет-платформада тіркелген жүргізушілер жобаға ерікті түрде қатысатынын айтады. Талапты орындау 1 шілдеден басталады деп жоспарланған. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Ерболат Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.